Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 6 сабақтың тақырыбы У әріпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта У әріпінің жазылу емлесін білетін боламыз. 21 жаттығуда мәтін берілген, мәтінді тыңда. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыс, елеусін сияқты аңдар мен құстарды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін әзірлеу керек. Мұндай мерекелік киімдер рөлдік ойынды қызықты етіп көрсетеді. Мәтін не туралы? Сен өз қолыңмен осындай киімдер әзірлеп көрдің бе? Мәтін жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау туралы. Мұндай киімдер мерекелік іс-шараларда, рөлдік ойындарды ойнауда әсерлі әрі қызықты етіп көрсетеді. Тауық, тауыс сөздерін буынға бөліп айтып көр. У дыбысы қай буында тұр? Дауысты ма әлде дауыссыз ба? Тауық деген сөзде 2 буыннан тұрады. Тауық. Ал тауыс деген сөзде ол да 2 буыннан тұрады. Тауыс. У дыбысы дауыссыз дыбыс, себебі дыбысы дауысты дыбыстың алдында тұрғандықтан У дыбысы дауыссыз дыбыс болады. Және ол 2 буында тұр. Келесі тапсырма: тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып бірнеше сөз жаса. Құрамында дауысты У дыбысы бар сөздерді бір бағанға, дауыссыз У дыбысы бар сөздерді 2 бағанға топтап жаз. Бірінші бағанда дауысты У дыбысы. Ол дауысты У дыбысы бар сөздер, ол қуат және ту деген сөз. Себебі бірінші дыбыс Х және Т дыбыстары дауыссыз болғандықтан У дыбысы дауысты болады. Екінші бағандағы дауыссыз дыбысы бар сөздер, олар тау, ау, уық, уақыт деген сөздер. Бұл жердегі У дыбысы дауыссыз болатын себебі алдындағы А дыбысы, тау деген сөздегі А дыбысы дауысты болғандықтан У дыбысы дауыссыз болады. Ал уық деген сөздегі У дыбысы дауыссыз болудың себебі дыбысы дауысты болғандықтан У дыбысы дауыссыз болады. Келесі тапсырма 22 жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші сөйлем: оқушылар қойылымға қажет жануарлардың костюмдерін таңдады. Бұл жерде Н әріпінен кейін У әріпін қоямыз. Келесі екінші сөйлем: қойылымда қу, У әріпін жазамыз. Қойылымда қу түлкі ауыл маңын торыды. Ауыл дегенде У әріпін қоямыз. Келесі үшінші сөйлем: тауыстың киімі әдемі. Тауыс деген сөзде У әріпін қоямыз. Келесі төртінші сөйлем: қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық. Қырғауыл дегенде У әріпін қоямыз, және Дәурен деген адам аты, ол жерге де У әріпін қоямыз. Келесі 23 жаттығу. Көбелек киімін киген Алуаның қанатындағы сөздерге назар аудар. Осындағы ұқсастықтар мен айырмашылықты тап. Бізде қыздың суреті берілген, оның бірінші қанатында жылы, бекі, тасы деген сөздер берілген. Ал екінші қанатында жылу, беку, тасу деген сөздер берілген. Бұл сөздерді, олардың ұқсастықтары бастапқы түбірлес сөздер. Ал айырмашылықтары: түбірлес сөзден кейін және дыбыстары соңғы әріптері түсіп қалып, оның орнына У дыбысы жалғанған. Төмендегі ережені міндетті түрде есімізге сақтап алайық. Дыбыстарына аяқталған сөздерге У дыбысы қосылса, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, оқы, оқу, торы, тору. 24 жаттығудағы суретте құстардың түрлері берілген. Оларды қандай белгілеріне қарап таныдың? Бірінші суретте тауыс құсы берілген, екінші суретте әтеш құсы берілген. Тауыс құсы әлемдегі ең ғажайып, әрі ең көрікті және әдемі құстардың бірі. Себебі ол қанатын жайған кезде ерекшеленіп әдемі бола түседі. Ал әтеш тұмсығы өткір және басында айдары бар.
Ал енді оқушылар, бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.